Ертеде бір көлдің жағасында кішкентай бақа өмір сүріпті. Ол өте көңілді және әрдайым ән айтып жүреді екен. Көлдің ішінде шортан бар екен. Шортан өте үлкен екен. Бір күні бақа шортанға екеуміз дос болайықшы дейді. Шортан, сен кішкентайсың, мен сенімен дос бола алмаймын деп жауап береді. Бақа мұны естіп, ренжіп, үндемей үйіне кетіп қалыпты. Бір күні шортан секіріп, шоршып, ойнап жүріп, жағаға шығып қалғанын байқамай қалыпты. Суға қайта түсе алмай достарын көмекке шақырыпты. Сол кезде жағада жүрген бақа оны көріп қалып, шортанның суға түсуіне көмектесіпті. Рахмет бақа, сен мені құтқардың, дейді шортан. Сені кішкентайсың деп ойнамай ренжіткенім үшін кешір. Енді үнемі бірге ойнайық, менімен дос болшы депті. Содан бері шортан мен бақа дос болып кетіпті. Кішкентай болу мықты болуға кедергі емес. Әркімнің өзіндік күштері мен қабілеттері бар.